Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, менің есімім Асқарбек Арман Шалабайұлы. Бүгінгі бейне дәрісімізге қош келдіңіздер. Бүгін 6-шы дәрісіміздің тақырыбы мәтіндік контент генерациясы. Өткен дәрісте біз контент маркетингінің жалпы жүйесін қарастырған едік, ал бүгін оның практикалық бөлігін тереңдейміз. Ол жерде пост, мақала, имейл және жарнама мәтіндерін тілдік модельдер көмегімен нақты қалай жасайтынымызды көрсетеміз. Дәрісте негізгі 3 сұрақ қарастырылады. Ол біріншісі бұл маркетингтегі мәтіндік контент түрлері, оларды жасанды интеллект арқылы генерациялау ерекшеліктері, екіншіден тиімді промпт құрылымы, ондағы рөл, контекст, міндет, формат және тон. Ал үшінші бұл сұрақ AI жасаған мәтінді бейімдеу, өңдеу және сапаны бағалау болып табылады. Негізгі ұғымдарды онда мен танысайық. Бұл мәтіндік контент генерациясы, тілдік модельдер көмегімен маркетингтік мәтіндерді автоматты түрде жасау процесі. Prompt engineering, өздеріңіз білетіндей, бұл сапалы нәтиже алу үшін нұсқалықты дұрыс құрастыру дағдысы. Бренд дауысы бұл барлық коммуникацияда сақталатын біртұтас сөйлеу стилі мен тоны. Контентті бейімдеу бұл бір мазмұнды әртүрлі арналарға қайта өңдеу, яғни блогтан постқа, посттан имейлға. Ал CTA бұл яғни call to action. Оқырмандарды нақты әрекетке шақыратын мәтін болып табылады. Осы 5 ұғым бүгінгі дәрістің тірек сөздері ретінде пайдаланамыз. Маркетингде мәтіндік контенттің 4 негізгі түрін кестеден көре аласыздар. Әлеуметтік желі постының мақсаты бұл назар аударту, қатысым, ол қысқа эмоциялық хэштегтермен жазылады. Ал промптқа платформа ұзындығы, тон және call to action көрсетіледі. Блог мақаласында сараптама мен SEO трафикке бағытталған. Онда құрылымы кілттік сөздермен жазылады. Промпттан тақырып, құрылым, кілттік сөздер және де көлем беріледі. Email хатқа жеке ұсыныспен қайта белсендіруге қызмет етеді. Ол тартымды тақырыптар мен дербестендіруді маңызды болып табылады бұл жерде. Жарнамаға мәтіні конверсия мен сатылымға арналған, ол өте қысқа, күшті call to action мен промптта аудитория ұсынысын таңба шектеуімен көрсетіледі. Түйіні сапалы мәтіннің алғышарты бұл контент түрінің талаптарын промптта нақты көрсету болып табылады. Үшінші дәрістен таныс тиімді промпт 5 элементті енді мәтіндік контентке бейімдесек. Бірінші бұл рөл, AI кім жауап беретіні береді. Екінші контекст, компания өнім мен аудитория туралы ақпарат. Үшінші міндет, нақты не жасау керек. Төртінші формат, көлемі, құрылымы, тілі. Бесінші бұл тон, бренд, дауысына сай стиль, шақыру әрекеті. Қайталап айтамын, бұл курстың алтын ережесі, бұл генерация сапасына, промпт сапасына тікелей тәуелді. Сол себепті промпт жазатын кезде әр элементті ескеру керек. Осы 5 элементті бір промптта қалай біріктіретін курсымыздың тұрақты мысалы бұл экосөмке, білесіздер. Брендтің көрейік. Слайдтарда әр элементте өз түсімен белгіленген. Рөл, сен тәжірибелі SMM копирайтерсің. Контекст, біздің компания Алматыда экосөмке бренді. Аудиториямыз 18 бен 25 жас аралығындағы студенттер. Міндет, компания коллекциясы туралы Инстаграмда пост жаз. Формат, көлемі 100 сөзге дейін 3 хэштегпен қазақ тілінде болу керек. Тон мен CTA бұл достық, эмоциялы, шақыру, профильдегі сілтемеге өту. Көріп отырсыздар, бұл бір абзаста промптта модельдерге қажет барлық ақпарат бар көрсетілген. Ал міне сол промпттың нәтижесі EcoBug.kz брендінің дайын Instagram посты. Тексеріп көрейік, бұл мәтін 100 сөзден аспайды, және де 3 хэштег бар. Формат талабы орындалды, достық тон әрі эмоциялы, студент аудиторияға сай, call to action айқын, яғни толық топтаманы көру үшін профильдегі сілтемеге өту. Промпттағы әр талап нәтижеге көрініс таба алды. Бұл кездейсоқтық емес, бұл дұрыс құрылымның заңды жемісі деп атасақ та болады. Келесі маңызды технология бұл контентті бейімдеу, ағылшынша repurposing. Идеясы қарапайым, бір сараптамалық блог мақаласын жазып алып, оны AI көмегімен әртүрлі арналарға бейімдейміз. Instagram үшін қысқа эмоциялы хэштегпен, ал LinkedIn үшін бұл кәсіби тон, сараптамалық акцентпен берілу керек. Email үшін бұл дербестендірілген ұсыныс түрінде беріледі. Нәтижесінде бір негізгі мазмұннан бірнеше арнаға бейімделген нұсқаларды бірнеше минутта дайын ала аламыз. Бұл контент маркетингінің өнімділігін еселеп арттырады.
Осы схемада тағы да экосөмке мысалында көрейік. Негізгі мазмұн бұл экологиялық өмір салтын қалай бастауға болады атты блог мақаласы. Одан 3 нұсқа туындайды. Instagram постында кішкентай қадамдар үлкен өзгерістерді әкеледі деген эмоциялық үндеу мен хэштегтар берілген. Ал LinkedIn жарияланымында экологиялық өмір салты бизнестің болашағы деген кәсіби сараптамалық мәтін. Ал имейл хатқа табиғатты бірге қорғайық тақырып атымен дербестендірілген ұсыныс және топтаманы көру батырмасы, call to action бар. Мазмұн біреу, бірақ әртүрлі арна тілінде сөйлейді. Бір контент бірнеше маркетингтік арнада беріле алады осылай. Енді сапаны бағалауға көшейік. AI жасалған мәтін жариялау алдында 4 тексерістен өту керек. Бірінші бұл фактілердің дұрыстығы, галлюцинацияны болдырмау. Екінші бұл бренд дауысына сәйкестік, ол жерде стиль мен тонның біртұтастығын қадағалау керек. Үшінші тілдік сапа. Қазақ тіліндегі стилистика мен терминологияның дұрыстығы, модельдер қазақша жақсарғанымен стилистикалық қателер әлі кездесіп жатыр. Төртінші, бірегейлік. Бұл мәтін қайталанбайтын өзіндік болуы керек. Мұның бәрі таныс human in the loop қағидасы. AI жылдамдық береді, ал сапа мен жауапкершілік маркетологтардың өзінде қалып жатыр. Редакциялаудың нақты әсерін дейін және кейін мысалында көрейік. AI-дің алғашқы жобасы бұл біздің керемет экосөмкелеріміз ең жақсы таңдау. Олар өте сапалы және барлығына ұнайды. Қазір сатып алыңыз. Мәселесі анық, жалпылама мақтау дәлел жоқ, бренд дауысы сақталмаған. Ал маркетологтың өңдеген нұсқасы бір сөмке 12 пластик пакеттің орнына деген секілді. Жаңа коллекция жеңіл матадан студенттік күнделікке шақталған профильдегі сілтемеге таңдап ал. Бұл жерде айырмашылықты сезіп жатсыздар ма? Бұл жерде нақты факт, аудиторияға сай тон берілген, айқын call to action тұр. Түйін AI мәтіні тек алғашқы жоба, түпкілікті нұсқаны маркетолог қалыптастырады. Яғни өңдейді, қайта қалыптастырады. Бүгінгі дәрісімізді қорытындылай кететін болсақ, бұл мәтіндік контент генерациясының толық алгоритмі 4 қадамнан тұрады. Бірінші бұл контент түрінің талаптарын білу, екінші 5 элемент промпт қалыптастыру, үшінші генерация және арналарға бейімдеу, төртінші адам тексереді, бұл жерде human in the loop шешім қабылдау керек, промпт инженеринг және редакциялаудың дағдысы, заманауи маркетологтың негізгі кәсіби құзыреті. Жалпылама осы жоғарыда айтып өткен мәселелердің бәрін қарастыру керек, осы мәтіндік контент генерациялау барысында. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақты назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.